Мақат Саржанұлы кесенесі Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Шеңбер ауылынан солтүстік батысқа қарай 10 шақырым Қараторғай өзенінің жағасында орналасқан. Күмбезді кесене 20 ғасырдың басында жергілікті Мақат Саржанұлының бастамасымен салынған. Ол Торғай өңірінің Ұлытаумен шектесетін өңірін мекендеген ауқатты адам болған. Кесенеде Мақат Саржанұлының туыстарының мүрделері сақталған. Жергілікті тұрғындардың пікірінше, кесенеде 20 шақты мәйіт бар. Жерлеу дәстүрі де өзгеше. Адам қайтыс болған кезде оның денесін көмбей жер асты бөлмесіне жатқызған. Сол жерде шұңқыр түрінде қазылған жалпы бейіт бар. Кезекті адам қайтыс болған кезде жертөле бөлмесінде болған мүрде осы қабірге түсіріліп, оның орнына келесі мәйіт орналастырылған. Соңғы рет адамды бұл кесенеге 1994 жылы жерлеген. Кесене есігі киізбен қапталып, жаз мезгілінде ыстықты ішке кіргізбеу шаралары ойластырылған. Іші қоңыр салқын кесененің ішкі қабырғалары кірпішпен тұрғызылған. Қысы-жазы іштегі температура бір қалыпта тұрады. Мақат кесенесі тарихи аңыздар бойынша осы өңірге белгілі танымал тұлға. Сондықтан бұл кесенеге тәуіп етіп келушілер үнемі үзілмейді.